қыдыртып, жаңа менен де сөйді, әйелдің жынын қалай басам деп, ақшамен басасын дедім. Қазіргі заманның шындылықты Тифанимен басасын, білмеймін, немен бассаң, онымен бас, әйтеуір, ақшамен басасын әйтеуір. Қазіргі заман зол. Өйткені, онда мынандай сөз бар, әйелмен жақсы болса үйге бере, байиды деген. Әйелге сыйлық әперген сайын еркек байиды деген тұжырым бар. Психологияда да келеді. Неге? Өйткені әйелде тыныштық болады. Еркек әйелге қуат береді. Содан дүние таппайтын еркек болмайды, құрарын айт дейді. Әйел құрап, үстіне жамап, оны өзіне жалғап, балаға жеткізсе, сонда еркек әрі қарай талпынады. Содан құралады, содан байиды. Үнде үйде келгенде қырғын боран, дала аяз боран болса, еркек сорлы қайда барады. Сол үшін бұл жерде теңдей болу керек пе деп есептеймін. Тек қана еркек кінәлі, немесе тек қана әйел кінәлі емес, екеуінен де болады. Мынау тарсылдаған дауыс шығу үшін, мысалы, алақаның екеуінен бірдей шығады. Бетебесінен шықпайды ешқашан. Сондықтан осындай бір түсінік болу керек деп есептеймін. Сіздің бір сөзіңізді көрдім. Қызды тәрбиеле дегенді қою керек. Біз бір-бірімізді тәрбиелеу. Әлбетте. Солай ғой. Бүгінде